30-шы насихат. Ұлы әрі құдіретті Алла былай дейді. Ей иман еттендер! Алладан шын қорқыңдар, бойсынып, мадақтап, зикір ете отырып. Кек бір құдайға шын сенген күйде өліңдер. Ей адам баласы! Шын мәнінде білімге бағынбайтын білім, жаңбырсыз найзағай мен боран сияқты. Білімсіз амалдар жеміс бермейтін ағаш сияқты. Өз білімін ұстанбайтын ғалым, садақсыз садақшы сияқты. Мүлігінен зекет төлемейтін адам, тастың үстіне тұз себетін адамға ұқсайды. Дұрыс жолды көрсетпейтін насихат, маржандар мен асыл тастарды жануарларға беру сияқты. Білімді болса да қатты жүректі адам, ылғалды тас сияқты. Насихатты түсінгісі келмейтін адамға насихат, зираттағы сазды сыбызғы сияқты. Харам жолмен алынған мүліктен садақа беру, киімге зәрін төгуге ұқсайды. Намаз зекетсіз өлі денеге ұқсайды. Тәубе етпейтін ғалым негізсіз құрус сияқты. Сондықтан олар Алланың қазасын мақру сақтандырғандай сенімді ме? Жоқ, тек адасқан және қирауға тиіс адамдар ғана өзін Алланың қазасынан сақтанғандай ұстайды.